Күйеуімнің арқасында ауыр сыннан өттім. Нұрлан Еспановтың жары Жанар ханым алғаш рет сұхбат берді. Әншінің жұбайы отбасылық қызықтары мен естеліктерін, қиындықтарын бөлісті. Енесі мен жолдасының мінезі жайлы баяндайды. Ауыр сынақтан өткен ол жолдасының әркез қолдау болғанын айтады. Бұл туралы Жұлдыздың жары бағдарламасында айтылды. Жанар Еспанова Нұрлан Еспановтың бірге 25 жылдан бері бір шаңырақ астында. Айтуынша, отбасында ұрыс-керіс көп болмайды. Ерінің мінезі тым ашуланшақ болғанымен, қайтымы тез дейді өзі. Нұрланмен отбасында көп әңгімелесе бермейміз. Ол түздің адамы болған соң, үйде көп отырмайды. Жұмыстарымен кетіп қалады. Бірақ кешке серуендеуге шығамыз. Маған үйде отырма, сыртқа шық. Денсаулығыңды күт деп көп айтады. 2 жылдан бері йогамен айналысамын. Нұрлан екеуміз бірге барамыз. Ол спортпен айналысады. Ұрысып қалсақ, өз бөлмемізден шығармаймыз. Балаларымыз ержетті, көрсетпеуге тырысамыз. Қазір мінезіне үйреніп қалдым. Тез ашуланғанымен тез басылады. Мен сабырлымын, көп ашуланбаймын, бірақ көп өпкілеп жүремін, дейді Жанар Еспанова. Айтуынша 5 жыл бұрын ауыр дертке шалдығып, қазір оңала бастаған. Күнделікті дәрі ішеді. Күйзеліске түскен әйелін жолдасы қолдау көрсетіп, бірге сыннан өткен екен. 5 жыл бұрын кездейсоқ ауырып жүргенімді білдім. Қан анализдерім дұрыс шықпады. Солай дәрі іше бастадым. Бастапқыда күйзеліске түстім. Шок болып қалдым. Нұрланға айтып едім, ол да таң қалып, қорқып кетті. Бәрі жақсы болады, емделесің деп жүрді. Нұрланның арқасында қорқынышты жеңіп, емделе бастадым. Мұндайда жолдасыңның қолдауы аса маңызды. Ол сені түсінсе, қолдау көрсетсе, емдетсе, моральды тұрғыда қолдап, жаныңнан табылса, күш береді. Керісінше саған жан ашымай, немқұрайлық танытса, одан әрі ауырасың, дейді әншінің жары. Ал құрметті көрермендер, әрине біз бірнеше уақыт өткеннен кейін бізге айту оңай болады. Дегенмен де мүмкін осындай сынақтарды басынан өткеріп жатқандар бар шығар. Өткергенде адамдар болған шығар, жеңіп шыққандар да бар шығар. Бізге айтуға оңай болғанмен, негізінде Алла басқа салмасын. Сынақ деген ол айтып келмейді, білесіздер. Нұрлан Еспановтың жұбайы Жанар ханым өте қатты ауырған екен. Оның бұл сұхбаты шынайылыққа, сабыр мен сүйіспеншілікке толы өмірлік мысал. 25 жыл бірге өмір сүріп, құрметті көрермендер, талай қиындықты бірге еңсеру нағыз отбасылық берекенің белгісі деп санаймын. Жанар ханымның ауыр сырқатпен күресіп, соның бәрінде жолдасының қолдауына сүйеніп, соның жақсылығын айтып отыр ғой. Бұл меніңше ерлі зайыптылар арасындағы шынайы махаббат пен жанашырлықтың көрінісі. Нұрланның ашуланшақ мінезі де болса да, тез басылып, отбасында үлкен ұрыс-керістің болмауы Жанардың сабырлы болмысының арқасы, иә. Әрқайсысы өз рөлін түсініп, бір-бірін толықтырып отырғаны анық байқалады. Әсіресе балаларына теріс үлгі көрсетпей, ұрыс болған күннің өзінде өз бөлмелерінде қалуы, өз бөлмелерінде шықпайды екен ғой, шықпай ұрсады екен. Бұл да бір нағыз мәдениеттің, парасаттың, мәдениетті, парасатты ата-аналардың ісі деп санаймын. Сұхбаттағы тағы бір маңызды тұс Жанар ханымның енесімен ара қатынасы. Енем мені қызымдай көреді деп емес, ұлын менен қызғанбайды деуі ерекше нәзік әрі шынайы жауап. Мұндай сөз тек риясыз сыйластық бар ортада ғана айтылатын сияқты. Ұлдарының басқа ұлт өкіліне үйленуіне қатысты эпизодта үлкен тәрбиелік мәнге ие. Анасы қарсы болмаса да, білесіздер, бұған дейін де айтқан, Нұрлан Еспанов өзге ұлт өкіліне үйлендірмеймін деп. Әкенің қазақтың қызы тұрғанда деуі әр қазақ отбасында болатын терең ұлттық сана мен ұлтжандықты көрсететін сияқты. Баланың да сол сөзге тоқтауы тәрбиенің нәтижесі.
Меніңше бұл сұхбат көп отбасына үлгі, сабыр, түсіністік, жанашырлық, ата-ене мен бала тәрбиесі бар. Жанар ханымға саулық, отбасына береке. Нұрлан Еспановқа шығармашылық шабыт тілейміз.